Қайырлы күн арнамыздың көрермендері. Бәрі пайдалы арнасына қош келдіңіз. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында жасалатын түсі де қанық, хош иісті әрі дәмді, ең маңыздысы, құрметті көрермен, зиянсыз мармеладтарды жасайтын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте балғын, пружиналы мармеладтар. Жегенде тек жазғы шиенің балғын дәмін сезіледі. Бұндай тәттілер балаларыңызға ұнауы сөзсіз. Және де бұл мармеладты үйдегі бар 3-ақ заттан жасайтын боламыз. Олай болса бірге дайындайық. Ең алдымен бізге не қажет болатынын таныстырып өтейік. Бізге шиенің шырыны керек, қант керек, және де қайнаған суымыз керек. Желатин любой дүкендерде сатылады. Мен тез еритін түрін алдым. Мінекей, енді кірсейік. Ең алдымен ыдыс аламыз. Кез келген ыдысты алсаңыздар болады. Мен өлшем ыдысын алдым. Соған сокты құямыз, шырынды. Шиенің шырынын құямыз. Соңынан қайнаған суымызды құямыз. Суымыз міндетті түрде қайнап тұрған су болу қажет. Өйткені қант, желатин барлығы еруі тиіс. Мінекей, желатинді салып, мұқият барлығы толық ерігенше қозғаймыз. Мен мына 15 грамдық желатин алдым. Сіз дүкенде қандай түрі бар, любойын алып сала беруге болады. Мінекей, жақсылап араластырып, қантын, желатинді ерітіп, формаға құйып, холодильникке қоямыз. Мінекей, байқасаңыздар, мен желатинді отқа қоймадым. Өйткені алдында айтқандай, мен быстро растворимый деген түрін алдым желатиннің. Ал сіздерде олай болмаса, кішкене отқа қойып, желатиніңіз толықтай ерігенше қозғап тұрсаңыз болады. Қайнауы міндет емес. Тек желатин ерігенше қозғап, содан кейін формаларға құя бересіз. Мінекей, менде барлығы толықтай еріп бітті. Иісі деген керемет, шиенің иісі мүңкіп тұр. Енді осы дайындаған желатинді массамызды осы формаларға құйып, холодильникке қоямыз. Қазір сұйық болғанымен желатин суыған соң мармелад болып қатады. Форманың кез келген түрін алуға болады. Дүкендерде, интернет сайттарында әртүрлі жануарлардың формаларда болады. Соған құйып қатыратын болсаңыз, мүлдем жақсы, балаларыңыз қызығып жейтіндей болады. Бірақ осының өзі кескенде мөлдір түсті әдемі болады. Так, мінекей, дайын болды. Бізде кешкісін қойдым, жатарды. Таңға дейін холодильникте тұрды. Таңертең алып, бөлшектерге бөліп, кесіп қойдым. Мінекей, осылай ақырын ғана жан-жағын кесіп, формадан ажыратып аламыз. Мынау астына пищевой пленка дейді ғой, солай төсесеңіздер де болады. Болмаса ақырында осылай жан-жағын босатып алып, форманы доскеге төңкере қоясыз. Мінекей, көрермен, формадан босатып алдық. Қандай мөлдір, жұп-жұмсақ, тілде шиенің дәмі сезіліп, енді керемет, жасап көрген кезде көрерсіз. Осылай тілімдерге тіліп, өз қалауыңызша және де балаларыңыздың қолына ыңғайлы етіп кесеміз. Мінекей, құрметті көрермен, пружиналы, жылтыр, мөлдір, хош иісті мармеладымыз дайын. Мінекей, ауызға салсаңыз еритіндей ғой. Дәмі керемет. Сіздер де мейіріммен, өз қолдарыңызбен балаларыңызға жасап беріңіздер. Менімен бірге соңына дейін болғаныңызға рахмет.
келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыз.